Шығып тұр, иә, Wi-Fi аймақ Негізі деген? иә шығып тұр, бірақ қосылмайды. Бірақ қосыла ма? Жоқ. Қосылмайды, иә? Мен осы мынау жақын жерде тұрамын, осы жастар аллеясына. Wi-Fi-дің наклейкелері жабыстырып тұрады, бірақ істемейді. Қанша кіресің, талпынасың, істемейді. Өтірік жабыстырылып тұр ма, авторизация болмайды, короче. Бұл қызметті пайдаланып, игілігін көріп жүрмін деген жасты көрмегесін атбасын әкімдікке қарай бұрды. Қалайда цифрландыру басқармасының басшысының өзі тегін қызметті қолдануға тырысып, біраз уақыт тұрып қалды. Әйтеуір әзер кірді. Қол жеткізе салу оңай емес екенін мойындады да. Алдағы уақытта ол жағын, ол кемшілік бар, ол кемшілікті реттеуге тырысамыз. Маманның айтуынша әртүрлі себептермен істен шығып қалған, желісінен үзілген Wi-Fi жүйелері жөнделеді. Мына жерде біз көріп отырамыз, жасыл, егер недоступе, то есть интернет болмаса, қызыл болып көрінеді. Бұл жерде екі причина болады, екі себебі болады. Ол біріншісі электр қуатының сөнуі, екіншісі физикалық түрде кабельдің ажыратылуы или модемнің бұзылуы болады, күйіп кетуі күн ыстықтан. Сондай жағдай болады. Кейбір кезде модемдер қатты күн суықта да істемей қалады. Себебі уличный модем болғанмен де оның да өзінің несі бар, определенный градуста деген сияқты. Сондай нәрсесі бар, сонымен осымен біз көріп отырамыз. Басқарма басшысы алдағы уақытта тегін интернет желісіне кіретін жүйені қол жетімді ететін жұмыстар атқарамыз деп уәде берді. Ол үшін Wi-Fi-ға қалай кіріп, авторизациядан қалай өту керектігін арнайы таспаға түсіріп, әлеуметтік желіде таратамыз дейді. Айта өтейік, қалада 20 қоғамдық орынға 55 Wi-Fi құрылғысы орнатылған. Аида Өтеп, Талғат Әбдінәбиев, Жалғас Жаңаберген, арнайы уақыт телеарнасы үшін.